Қайырымдылық дастарханы. Наурыз мерекесіне орай Жамбыл жеңіл тамақ өнеркәсібі технологиялық институтының асханасында облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен қайырымдылық дастарханы жайылды. Оған 300-ден астам Тараз қаласының тұрмысы төмен тұрғыны қатысты. Таразда өрлеу филиалы құрылды. Таразда өрлеу қозғалысының жаңа филиалы ашылды. Жиын барысында қозғалыстың мақсаттары мен міндеттері талқыланып, жергілікті билік қолдау көрсетілетінін мәлімдеді. Автокөлік иесіне қайтарылды. 21 наурызда жедел іздестіру шаралары барысында жол полициясының қызметкерлері биылғы 19 ақпанда 2 Мөлтек ауданда ұрланған автокөлік және осыдан 10 жыл бұрын қолды болған Ижа Юпитер 3 мотоциклін тауып, иелеріне қайтарды. Кабинетте шылым тартылмайды. Облыстық ішкі істер басқармасының бастығы генерал Сағынжанов Байбол Асылгенейдің бұйрығымен енді тәртіп сақшылары өз кабинеттерінде темекі тартпауға тиіс. Енді ұжымда салауатты өмір салты мен дене тәрбиесі баса назар аударылатын болады. Форум делегаттарын қабылдады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Астана форумына қатысатын кәсіпкерлерді қабылдады. Кездесу барысында жеке және орта бизнесті дамыту, мемлекеттік қолдау мәселелері талқыланды. Кәсіпкерлер өз жетістіктері мен ұсыныстарын ортаға салды. Жеңіл атлетика жорығы. Облыстық мәдениет, спорт және туризм департаменті мен Тараз қалалық әкімдігінің ұйымдастыруымен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай қалалық мектеп оқушылары, студенттер мен ардагерлер арасында Наурыз 99 жеңіл атлетика жорығы өтті. Спорттық сайысқа 1000-ға жуық үміткер қатысып, бақ сынасты.